Армысыздар менің арнамның тыңдармандары. Бүгін сіздермен өте әсерлі әңгімемен бөлісемін. Өмірде әр нәрсенің қадірін түсіндіретін бір тілім нанның құны атты ғибратты әңгімеден сіздер де ой түйеді деген ниеттемін. Олай болса, әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар және каналыма жазылып, лүпіл басып, қолдап қойыңыздар. Кейде адам өміріндегі ең үлкен сабақтар ең қарапайым нәрседен басталады. Бірақ сол қарапайым нәрсенің қадірін біз дер кезінде түсіне бермейміз. Қолымызда бар кезде оның маңызын сезбей, тіпті көзге ілмей өтеміз. Ал жоғында ғана жүрегіміз сыздап, кеш түсінгенімізге өкініп қаламыз. Бұл Арманның оқиғасы. Арман да дәл сондай адам еді. Ол үлкен қалада тұратын, жасы 30-ға жеткен, өмірге деген көз қарасы жеңіл, еркін жүретін жігіт болатын. Жақсы жұмысы бар, айлығы жаман емес, қаладағы заманауи кеңседе жұмыс істейтін, қолында соңғы үлгідегі телефон, сырт көзге оның өмірі мінсіз көрінетін. Арман үшін өмір жай ғана алға ұмтылу, ақша табу, рахат көру еді. Бірақ ол бір маңызды нәрсені байқамай жүрді. Ол қарапайым дүниелердің қадірін білмейтін, әсіресе нанның. Ауылда өскеніне қарамастан, қалаға келген соң оның ойы өзгеріп кеткен еді. Бала кезде анасының жанында отырып, жаңа піскен нанның иісін жұтып, жылы күйінде жеген күндері артта қалған. Енді ол үшін нан кез келген дүкенде толып тұрған арзандау, маңызы жоқ нәрсе сияқты көрінетін. Анасы әлі де ауылда тұратын. Әр келген сайын бір сөзді қайталаудан жалықпайтын. Балам, нанды қадірле. Нанды аяқ асты етпе, нан береке. Арман болса күліп қоятын. Мама, уайымдамаңызшы, қазір бәрі бар заман ғой. Бір нан болмаса, екіншісін ала саламын. Ол үшін бұл сөздер ескі түсінік сияқты еді. Кейде кешкі ас кезінде жарты нан қалып қойса, ойланбастан қоқысқа тастай салатын. Кейде үстелде қалып кетсе де мән бермейтін. Тіпті бірде достарымен отырып, қалжыңдап, нан деген ең арзан нәрсе ғой дегені бар. Сол сәтте анасының жүзі бір сәтке мұңайып қалғанын ол байқамады да. Өмір осылай өз ырғағымен өтіп жатты. Бір күні бәрі өзгерді. Компанияда күтпеген жағдай болды. Экономикалық қиындықтар, қысқарту, бір апта ішінде бірнеше қызметкерді жұмыстан босатты. Солардың қатарында Арман да бар еді. Алғашында ол бұл жағдайға аса мән бермеді. Жақсы жұмыс көп қой, бір аптада табамын, табылар деп ойлады. Бірақ күндер өтті, апта өтті, бір ай өтті. Жаңа жұмыс табу оңай болмай шықты. Жинаған ақшасы біртіндеп азая бастады. Алғашында ол өзіне ештеңеден тыйым салмады. Бірақ уақыт өте келе шығындарын қысқартуға мәжбүр болды. Достары да баяу алыстай бастады. Кеше ғана бірге күлген, бірге жүрген адамдар енді хабарласпайтын болды. Телефоны сирек шырылдайтын, көп жағдайда үнсіз тұратын. Арман алғаш рет жалғыздықтың не екенін сезіне бастады. Бір күні кешке ол ас үйде жалғыз отырды. Үстел бос, тоңазытқышта да ештеңе жоқтың қасы. Ол қалтасындағы соңғы тиындарын шығарып, ұзақ қарап отырды. Аз ғана ақша. Ол терең демалып, сыртқа шықты. Дүкенге кірді. Жарық, жылы, сөрелер толы тағам, барлығы көзін жауын алады. Бірақ
сол байлықтың ішінде Арман өзін бөтен адамдай сезінді. Оның көзі бір сәтте тоқтап қалды. Сөренің ортасында бір бөлке нан тұр. Қарапайым ғана нан. Бірақ дәл сол сәтте ең қымбат нәрсе нан. Арман жақындап барды, бағасына қарады. Қалтасындағы ақшаны санады, жетпейді. Бір сәтке көзін жұмды. Көз алдына өткен күндері елестеді. Үйіндегі дастархан, анасының дауысы, жылы нан. Және өзінің сол нанды ойланбастан тастап жатқан сәті. Жүрегі шым ете түсті. Неге мен қадірлемедім деген ой санасын тесіп өтті. Арман дүкеннен үнсіз шықты. Сыртта ауа салқын еді. Ол дүкеннің алдында біраз тұрды. Қайда барарын да білмейді, қолында ештеңе жоқ. Сол кезде жанынан бір қарт адам келді жанына. Қарапайым киінген, бірақ жүзінде бір ерекше жылылық бар. Қолында бір бөлке нан. Қарт Арманға қарап, жай ғана сұрады. Балам, қарның аш па? Арман жауап бере алмады. Бірақ оның көзі бәрін айтып тұрды. Қарт үндемей, қолындағы нанды оған ұсынды. Мә балам. Арман сасқалақтап қалды. Жоқ ата, болмайды, мен ақша берем. Қарт жай ғана жымиып, басын шайқады. Маған ақшаң керек емес. Сәл үнсіздіктен кейін қарт жай ғана айтты. Нанның қадірін білсең болды. Сол сөз Арманның жүрегіне найзадай қадалды. Ол нанды қолына алды, қарап тұр. Қарапайым ғана нан, бірақ дәл қазір өмірдің өзі сияқты. Көзінен жас шығып кетті. Бұл тек аштықтың жасы емес еді, бұл өкініштің жасы еді. Арман сол күні үйіне қайтты, нанды асықпай жеді. Әр тілімін сезініп, ойланып, ішкі бір тыныштықпен қабылдады. Сол сәтте ол өміріндегі ең үлкен шындығын түсінді. Бақыт күрделі нәрселерден емес, бақыт қарапайым дүниелерде. Уақыт өтті. Арман қайта жұмыс тапты. Өмірі біртіндеп қалыпқа келе бастады, бірақ ол енді бұрынғы Арман емес еді. Оның көз қарасы өзгерді. Ол енді дастарханға ерекше құрметпен қарайтын болды. Нанды ешқашан аяқ асты етпейтін, үйіне келген қонақтарға да үнемі нанды құрметтеңдер деп айтып отырады. Бір күні ол ауылға анасына барды. Үйге кіргенде баяғы таныс иіс, жаңа піскен нанның иісі қарсы алды. Анасы дастархан жайып жатыр екен. Арман үнсіз барып нанды қолына алды. Оны ақырын сүйді. Анасы таң қалып қарады. Арман көзіндегі жасын жасыра алмай, мама, сіз дұрыс айтқансыз. Нан жай тамақ емес екен, деді. Анасы ештеңе демеді. Тек баласының өзгергенін сезіп, күлімсіреп қойды. Сол сәтте Арман шын бақыттың не екенін түсінді. Бұл қарапайым дастархан, бұл анасының жанында отыруы, бұл бір тілім нан. Қадірін білмеген нәрсең бір күні ең қымбатқа айналады.